Маған ең көп қойылатын сұрақ: аягөз, сіз қалай намазға келдіңіз дейді да. Сол кезде мен осылай жауап беремін: білмеймін қалай келгенін, просто келдім деп жауап бердім. Осы күнге дейін 1 жыл бойы солай жауап бердім барлықтарыңызға. Бірақ мен намазға қиналғанымнан келдім. Мен қарызға кіріп кеткенімнен келдім. Мен тығырықтан шыға алмағанымнан келдім. Шығатын есік таппағанымнан мен сүміреп Аллахтың алдына келдім. Біз адамдар сондаймыз. Біз қиналғанша, тупикке кіргенше Аллахқа жақындамаймыз. Қалай қиналамыз, қалай тупикке кіреміз, содан кейін барып уже жанымыз ауырып кетеді ғой, жанымыз ауырып кетеді. Сол кезде барып біз Аллахқа келеміз. Мен дәл сол адамдардың бірі болғанмын. Көптеген адамдар намазға әрқалай келеді негізі. Біреулер қиналғаннан келеді, біреулер махаббатпен келеді, бірақ мен қиналып келгендердің қатарынан болғанмын. Содан шығатын есік таппай Аллаға келдім, намазға келдім. Енді ойлап тұрмын ғой, мен намаз оқимын, 5 уақыт намаз оқимын, жаңада орамалға келдім, әурет жерімді жаптым. Ой, болды, Аллах тағала проблемамның бәрін шешіп тастайды, чики-пуки болады деп тұрмын ғой енді ше. Проблемам шешілмейді ғой. Намаз оқып жүрмін, проблема шешілген жоқ. Представляете? Мен намазға не үшін келіп тұрмын? Проблемамды шешу үшін келіп тұрмын ғой. Ол біріншіден. Екіншіден, ана ұстаздан естіп алам: ойбай, бүйтіп салауат айтсаң, нанша рет айтсаң, қарыздан құтыласың. Ойбай, таңда тұрып андай сүре оқысаң құтыласың. Ойбай, түннің 3-тен 1 бөлігінде тахаджуд оқысаң құтыласың. Бәрін дәптерге жазып алып, не көрем, соны істеймін ғой. Бірақ не істемейді? Қарыздан құтылмаймын. Ойлаңыздаршы, бәрін істеп жатырмын. Намазымда түгел, альхамдулилля, орамалымда бар. Бүкіл амалдар жаттап алғам ғой. Не істеу керек, не қылу керек қарыздан шығу үшін. Бірақ қарыздан құтылып жатқан жоқпын. Намаз оқып жүрсін, орамал тағып жүрсін, харамнан алыс жүрсін, бірақ дұғаңа жауап жоқ. Сен дұғаңа жауап жоқ кәдімгідей. Жылаймын ғой. Ұстазыма звондаймын: ұстаз, неге мен қарыздан құтылмаймын деймін. Сол кездегі мен көз жасым бар ғой. Менің бауырларым көрді, мен жақын достарым көрді, настолько мен айқайлап жылайтын естіп. Мен не істеймін сонда деп ше. Аллахым, сен харамнан алыс бол дедің, харамнан алыс болдым. Адал ас іш дедің, адал ас ішіп жүрмін. Адал жұмыс жаса дедің, адал жұмыс жасап. Аллахым, мен нені дұрыс істемей жатырмын деп жылаймын ғой. Нені дұрыс істемей жатырмын, Аллахым, сен маған көрсетші маған. Мен дұрыс істемей жатқан нәрсемді көрсетші деп мен өте қатты жылаймын. Сол кезде менің көз жасымды көрген ол менің бауырым, досым және де әкем болатын. Жүрегіме тыныштық берген, берекемді арттырған. Альхамдулилля, қазіргі таңда бір нәрсе сатам ба, мен уайымдамаймын аны. Мен ақшаның артынан жүгірмеймін, ақша мен артынан жүгіреді. Ойбай, маған ертеңге ақша керек, мен уайымдамаймын. Аллах тағала не істеп қойды? Берекемнің есігін ашып қойды. Неге білесіздер ма? Мен осы нәрсені сіздерге түсіндіре алмай-ақ қойдым. Бүгін осылай түсіндірейінші, сіздер мүмкін түсінетін шығарсыздар деп мен ішім